Құрметті оқушылар, бүгін мен сіздерге қалпына келмейтін көмірсуларға практикалық жұмыс тәжірибесін көрсететін боламын. Яғни қанықпаған көмірсулар, соның ішінде біз сахарозаға жасайтын боламыз. Сіздер білесіздер, сахароза ол табиғаты жағынан дисахаридтерге жатады. Дисахаридтер деп отқанымыз құрамында 2 моносахарид қалдығы бар көмірсулар. Сахароза көбінесе қайда кездеседі? Яғни олар көптеген өсімдіктерде, қант қызылшасында, қант қамысында, сәбіз шырынында кездеседі. Практикаға оралатын болсақ, балдар, бізге 3 пробирка қажет, 2 цилиндр қажет, тұз қышқыл ерітіндісі, сахароза ерітіндісі және бенедикт ерітіндісі қажет. Және бірнеше тамшылар қажет болады. Және 70 градуста тұрған су моншасы қажет. Бірінші пробиркаға біз 10 мл дистилденген суды құйып аламыз. Бұл дистилденген суды біз сынама тест ретінде аламыз. Екінші пробиркаға 10 мл сахароза ерітіндісін құямыз. Үшінші пробиркаға сахароза ерітіндісін құямыз. 10 мл. Әр қарай бірінші және екінші пробиркаға біз тұз қышқылын қосамыз 10 тамшыдан. Және екінші пробиркаға тұз қышқылын қосамыз. Енді осы тұз қышқылы қосылған бірінші және екінші пробирканы су моншасына саламыз. 3 минут уақыт аяқталды. 2 пробирканы аламыз. Енді осы 3 пробиркаға біз бенедикт ерітіндісін 10 тамшыдан тамызып шығамыз. Яғни балдар, сіздер білесіздер, көмірсуларға сапалық реакция бізде дисахаридтерге, моносахаридтерге бенедикт ерітіндісімен жүретін. Бірінші пробиркада бізде су болатын, сынама тест ретінде. Екінші пробиркада бізде сахароза ерітіндісі және тұз қышқылы қосылған. Үшінші пробиркада бізде тек қана сахароза ерітіндісі. Енді осы 3 пробирканы біз 70 градустағы су моншасына саламыз. Үш минут уақыт өтті. Енді пробиркамызды алайық. Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші пробиркада ешқандай өзгеріс жоқ, өйткені суға су бізде биорганикалық зат, ал сахароза органикалық зат болғандықтан бенедикт реакциясы бұған әсер етпейді суға. Келесі, біз екінші және үшінші пробиркаға біз сахароза ерітіндісін құйған болатынбыз. Көріп тұрғандарыңыздай, екінші пробиркада кірпіш қызыл тұнба түзілді, ал үшінші пробиркада ешқандай өзгеріс болмады. Не себепті екінші пробиркада кірпіш қызыл тұнба түзілді? Себебін осы бейнетаспа астына жазсаңыздар болады.